Мен де барлық балалар секілді бала кезімде дәрігер, спортшы, тігінші болуды армандадым. Бірақ өсе келе бірнеше оқу орындарында білім алған соң кәсіпкер болуға бел будым. Қазіргі таңда менің бірнеше кәсібім бар. Яғни шабыт би ансамблі, шабыт сән салоны және де шабыт тігін шеберханасы. Менің шеберханамда 12-ден аса қыз-келіншектер жұмыс істейді. Біз Қазақстан бойынша ұлттық құндылықтарымызды дәріптей отырып, офлайн және онлайн мастер-класстар жүргіземіз. Өз басым білім алуды, жаңашылдыққа ұмтылуды, ізденуді әлі күнге дейін жалғастырудамын және жемісін көрудемін. Сондықтан сізді де Атамекен қолдау орталықтарына келіп, мемлекет бөліп отырған мүмкіндіктерді пайдаланып, тегін білім алып, жас кәсіпкер болуға шақырамын. Сіздің мүмкіндігіңіз үшін Нұр-Сұлтан қаласында 65, Алматы қаласында 84, Шымкент қаласында 74 оқу орталықтары жұмыс атқаруда. Бізге келіңіз, жас кәсіпкер болуға асығыңыз.